3 насихат 3000 дирхам. Бір заманда енді үйленген бір жас жігіт ілім үйрену ынтасымен ауылдан кетеді. Ұзақ сапардан кейін қалаға жетіп, медресе іздеп жүргенінде жұмысшы іздеп жүрген бір бай кісімен кездеседі. Әлгі кісі жоғарғы ақы ұсынғандықтан ниетін өзгертіп, оның жанында жұмыс істей бастайды. 20 жыл оның қасында жұмыс істеп, 3000 дирхам ақша жинайды. Сөйтіп, ауылына қайтуға шешім қабылдайды. Жолда түнеген жерінде біреу: «Менде сондай бір насихат бар, мұны алған адам дүниеде де, ақыретте де рахат өмір сүреді» дейді. Әлгі адам: «Үйден ілім үйрену үшін кеткен едім. Ілім үйрене алмадым. Ең болмағанда осы насихатты алайын. Қалған 2000 дирхам маған жетеді» деп, оған 1000 дирхам беріп, орнына «Қаза мен тағдырда не бар болса, сол орындалады. Тағдырдағыдан басқасы болмайды» насихатын алады. Сапарын жалғастырып, басқа бір түнейтін жерге тағы да осындай біреумен кезігеді. Ол да: «Менде сондай бір насихат бар, мұны алған адам дүниеде де, ақыретте де рахат өмір сүреді, бірақ құны 1000 дирхам» деп айқайлап тұрады. Әлгі адам: «1000 дирхам ақшама да мұны алайын. Қалған 1000 дирхам маған жетеді» деп, 1000 дирхам төлеп, орнына «Жүрек кімді жақсы көрсе, сол сұлу» насихатын алады. Жолын жалғастырып бара жатқанда, тағы да бір түнейтін жерде тағы бір адамды кездестіреді. Бұл кісі де: «Менде сондай бір насихат бар, мұны алған адам дүниеде де, ақыретте де рахат өмір сүреді, бірақ құны 1000 дирхам» деп айқайлап тұрады. Әлгі жігіт бұл жолы өз-өзімен күресе бастайды. Бір жағынан ілім үйренбегенінің ауыртпалығын, бір жағынан қалған соңғы ақшасы. Ақыр соңында ілім үйрену ынтасы ауыр басып, тағы жұмыс істеп ақша табармын деп 1000 дирхамын оған береді. Орнына «Өзің ұнатпайтын, түсініксіз жағдайға тап болғаныңда асықпа» деген насихат алады. Сапарын жалғастырады. Жолда топталған адамдар кезігеді. Жандарына жақындағанда олар: «Мына құдықтың ішінде бір жынды бар. Қасында бір қыз бар, ауылымыздың суын тоқтатты. Ішіне кім түссе де бәрін өлтіріп жатыр. Бізді бұл қиыншылықтан құтқарған адамға мына ыдыстағы алтындарды береміз» дейді. Адамның ойына бірінші «Қаза мен тағдырда не бар болса, сол орындалады. Тағдырдағыдан басқасы болмайды» деген насихат келеді. Құдыққа түседі. Жынды: «Саған бір сұрақ қоямын, жауап берсең суды ашамын. Мына қыз сұлу ма, әлде мына құрбақа ма?» деп сұрайды. Сол кезде әлгі жігіт «Жүрек кімді жақсы көрсе, сол сұлу» деп жауап береді. Жынды болса: «Жарайсың, осы кезге дейін бәрі қыз сұлу деді, олар білмеді, сен таптың» дейді. Жынды құрбақаны жақсы көргендіктен бұл жауапты ұнатады. Сөйтіп суды ашады. Әлгі адам алдыңғы ақшасынан да көп болған алтындарды алып ауылына қайтады. Үйінің терезесінен қарағанда ішінде әйелінің жанында бір жас жігіттің қалжыңдасып тұрғанын көреді. Бірден пышағын қынабынан суырып тұрғанда, үшінші «Асықпа» деген насихат есіне түседі. Пышағын жасырып, есікті тоқылдатады. Жұбайы есікті ашып жанындағы жас жігітке: «Қара балам, әкең келді» деп қуанады.